Ассалаумағалейкум, қаз кино арнасының көрермендері. Мен бүгін сіздерге Проклятие атты киноны қысқаша мазмұндап беретін боламын. Видео басталмас бұрын осы видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркеле отырыңыздар. Бұл сіздердің аздаған уақыттарыңызды алады. Бірақ бұл біздің каналдың 10 000 подписчикке бастар жол. Токио 2004 жыл. Фиона Лендер атты медсестра үйден көшіп кетіп бара жатқанын айтып, үй иелеріне хабарлайды. Өйткені үйдің ішінде біртүрлі дыбыстар шығады. Мен болсам штатқа қайта оралуым керек деп айтады. Солай Фиона Лендер өз үйіне қуанышпен аман-есен оралады. Оны үйінде өз отбасы күтіп отырған еді. Үйге кіре сала күйеуі мен қызын құшақтайды. Құшақтап тұрғанда түрі бірден өзгеріп сұстанып кетеді. Фильм 2006 жылға ауысады. Малдуна баласы Бьоркмен бірге жаңа өмір бастау үшін қалаға көшіп келеді. Өйткені оның күйеуі жақында қайтыс болған еді. Баласы мектепке барғысы келмейтінін айтып, мектептен қорқатынын айтады. Мамасы болса қорыққан кезде көзіңді жұмып, 5-ке дейін санасаң қорқынышың басылады деп өзара секретный метод ойлап табады. Шағын қалада жалғыз басты қарапайым өмір сүретін Гудман атты детективпен таныс болыңыздар. Гудман мен Малдун екеуі бір жерде жұмыс істейді, әріптес деп айтсақ та болады. Малдунның бүгін бірінші жұмыс күні. Ол күйеуінің қайтыс болғанына қайғырып жүреді. Гудман Малдунның көңілін ауламақшы болып, қылмыс болған орынға қарай екеуі бірге жолға шығады. Олар қылмыс болған орынға келіп, ұзақ уақыт тұрып қалған өлі денені көреді. Документтерін тауып алып, документтерін тексеріп жатқанда аты жөні Лорд Муди, ол бұрын эвтаназиямен айналысқаны анықталады. Бардачокты ашқанда карта табылады. Ол картада эвтаназияны қай мекенжайдағы адамдарға қолданып жүргенін анықтайды. Рейберн Драйв 44. Тот же, что в деле Лендерсов. Мекенжайды айтқанда Гудманды бұл жағдай қатты алаңдатады. Өйткені бұл мекенжайда Лендерфтар отбасының өлімі есіне түседі. Малдун кешкісін үйіне барып, айтылған мекенжай бойынша Гуглдан ақпарат іздей бастайды. Убиты все члены семьи. Бұл мәселе Малдунды қатты қызықтырады. Болған оқиға туралы ақпаратты оқи бастағанда, Убери подальше, пока Гудман не увидел. Почему? Это его дело. осы сөздерден кейін Малдунды бұл қылмыс одан сайын қызықтырады. Көп ойланбастан Малдун көрсетілген мекенжайға қарай келеді. Үйге жақындай бергенде есіктің ар жағынан біртүрлі дыбыстар шыға бастайды. Үйге кірген кезде ас бөлмесінде ас дайындап тұрған әйелді көреді. Әйел болса Малдуннан көмек сұрай бастайды. Малдун жедел жәрдем шақырмақшы болып, келесі бөлмеге кіргенде өлі күйде жатқан шалды көреді. Кешкісін ол үйіне қайтып бара жатқанда алдына неше түрлі елестер шыға бастайды. Бірақ ол өз үйіне бармай, әріптесі Гудманның үйіне барып, қылмыс болған мекенжайға барғанын айтады. Солай Гудман Малдунға үй жайлы толық ақпаратты беріп, болған оқиғалар туралы да айтып береді. Гудманның әріптесі сол үйге кірген, ол үйде өзгеше энергия беретін духтардың бар екенін айтады. Бұл үйге барма деп Малдунаға ескертеді. Бірақ бұл әңгімені сәл ертерек айту керек еді. Өйткені Малдуна бұл іске баспен кіріп кетіп, әрі қарай зерттей бастайды. Фильм қайта 2004 жылға оралады. Питер мен әйелі екеуі баласының анализдерін күтіп отырған. Анализдері дайын болғанда балаларының жағдайы нашар екенін естиді. Вероятность того, что ваш ребенок родится с АЛД, очень высока. Питер жылжымалы мүлік агентствосында жұмыс істейтін. Олар солай Лендерстардың үйінің сатылымда тұрғанын көріп, жолай кіріп шықпақшы болады. Үйдің есігін ашып, үйде біреу бар ма деп бір-екі рет айқайлайды. Есть кто дома? Ешкім жауап қайтармаған соң ертең тағы кіріп шығармын деп кетіп қалады. Үйге кірмегені жақсы болды. Үйге кірген жағдайда қайта шыға алмай, қан толы ваннаға батып өлер еді. Кешкісін ұйқыға кеткенде диванның астынан елес шығып көзіне көрінеді. Бірақ жарықты қосқанда елес жоқ болып кетеді. Солай таң атады. Питер елес толы үйге барады. Есік алдында оны Мелинда атты қыз күтіп алады. О, Господи, у тебя кровь идет. Дорогая, давай зайдем в дом. Идем. Үйге кіріп қызы тыныштандырады. Солай қыздың әке-шешесіне қоңырау шалады. Сейчас нахожусь у вас дома и хотел бы подписать с вами договор. Кино қайта 2006 жылға оралады. Малдуна қылмысты зерттеу барысында Лендерстардың отбасылық бейне жазбасын көріп шығады. Беті қолын жумақшы болып жатқанда арт жақтан елес келіп, Малдунаны суға батыра бастайды. Малдуна болған құбылысқа есеңгіріп шок болып тұрып қалады. Келесі күні оқиғаны әрі қарай зерттей бастайды. Бұл жолы 2005 жылға ораламыз. Екі қарт ерлі зайыпты Фейт пен Уэллом Мастерның үйіне Лорд Муди атты әйел келеді.
Бұл әйел естеріңізде болса әлгі машинада өлік күйінде табылған әйел еді. Шалы осылай кемпірінің емделмейтін ауруға ұшырағанын, дәрігерлерге жақын болу үшін осы үйге көшіп келгенін айтады. Бірақ олар сол баяғы қарғысқа ұшыраған үйге көшіп келеді. Осы үйге келгелі кемпірінің жағдайы одан сайын нашарлай бергенін айтып, сізді шақырып отырмыз дейді. Кемпірі бұл уақытта досы Мелиндамен ойнап отырады. Дәрігер оның әйелінің психологиялық тұрғыда сау емес екенін айтады. Кемпірді өлтіретіндей жағдайда емес, бірақ мен сіздің қасыңызда 1-2 күн қалып көмектесе алам деп өз көмегін ұсынады. Солай дәрігерге бөлек бөлме беріп, сол бөлмеге оны жайғастырады. Лорна Муди үйге продукт алуға супермаркетке келеді, бірақ ол жалғыз келмеген еді. Солай продуктыларды алып үйіне кіріп бара жатқанда есік алдынан біртүрлі адамды кездестіреді. Кто знает, он расследовал дело в этом доме. Бұл кісі Гудманның әріптесі, ол осы үйде болған оқиғаны зерттеген тергеуші еді. Гудман өз әріптесімен бірге машинада келе жатырады. Әріптесі елестерді және де ол болған оқиғаларды ұмытқысы келіп өз-өзіне қол жұмсайды. Полиция расследует самоубийство. Малдун осы оқиғаны оқып отырып детектив Уэлсонды іздей бастайды. Оның психологический больницада екенін біліп, бірден сол жаққа қарай барады. Детектив Уэлсонмен кездеседі. Одан Лендерстардың отбасымен болған оқиғаны сұрайды. Бірақ Уэлсон Малдунаға ол үйге кірмеуге кеңес береді. Кірсең шыға алмай қаласың дейді. Кірген болсаң Лендерстер отбасы саған жақында қонаққа келеді деп оны қорқытып қояды. Бірақ оған уже қонаққа келіп қойған секілді. Қонаққа келу былай тұрсын Малдунды суға бір малып алған болатын. Малдуна детектив Уэлсонның аудиопленкаларын тауып алып, ондағы запистерді тыңдай бастайды. Я читал об одном деле в Японии. Дюжина несвязанных друг с другом людей были убиты в одном доме в Токио. Токиода Фиона Лендерс осы үйде жұмыс жасаған еді. Сондықтан осы үйден елестер мен басқа да заттар болған соң Лендерс кетіп қалған болатын. Сработала в том самом доме в Токио. Это звучит как бред. Но, видимо, она привезла проклятие с собой из Японии в Штаты, а потом убила свою семью. Сол болған оқиғадағы ақпаратты Уэлсон сол кезде Гудманға айтып берген болатын. Гудман болса сен бастан кетіп қалдың ба деп сенбеген еді. Может, тебе взять небольшой отпуск? Провести время с девочками? Бірақ оған демалыс алуға уже кеш еді. Өйткені Лендерстердің үйіндегі елестер оны көз алдына елестей беретін. Сол кезден бастап Гудман Уэлсонды психушкаға салып тастаған еді. Малдун әжетханаға қарай кеткенде артынан біреу жүргендей болады. Ол оны камерадан көрмекші болып видеоны қарай бастағанда арт жақтан Сэм Лендерстің елесі келіп, жарықты өшіріп тастайды. Солай қараңғы зданияның ішінде келе жатырып, Сэм Лендерстің елесі алдына қайта шығады. Малдун болса жұмыстасына Сэм Лендерстің осындай екенін айтып, камерадан бірге көрмекші болады. Сэм Лендерс здесь. Что ты несешь? Он в здании. Сэм Лендерс мертв. Бірақ камераның записін көру барысында одан ештеңе байқамайды. Выспись хорошенько. У тебя крыша едет. Фильм қайта 2004 жылға қарай ауысады. Питер қыздың әке-шешесін күтіп отырып ұйықтап қалған болатын. Ұйқыдан тұра сала әйеліне қоңырау шалады. Сол уақытта біреу келіп есікті қағады. Питер есікті ашқанда ешкім жоқ болып шығады. Солай ол бөлмеге келгенде Линданың бөлмеде жоқ екенін көріп оны іздей бастайды. Солай ол қан толы ваннаға кіріп келеді. Қашпақшы болып жатқанда алдына тағы бір елес күтіп алады. Солай ол тығылмақшы болып шкафқа кіріп кетеді, бірақ шкафтың ішінде Питер бірдеңе қылып қашып шығып үйіне келеді. Оны үйінде әйелі күтіп отырған болатын. Әйелі қасына жақындай бергенде әйелін өлтіріп тастайды. Әйелін ғана өлтіре қоймай, өзінде бірге өлтіріп тастап, екеуі сол жерде бірге қайтыс болады. Фильм қайта 2005 жылға ауысады. Шалы кемпірін тамақтандырып отырады. Олардың отбасы құрғандарына 50 жыл болған екен. Сол күні кешкі Лорна Муди ұйқыдан тұрады. Кемпірдің бөлмесінен біртүрлі дыбыстар шыға бастайды. Сондықтан ол сол бөлмеге бармақшы болып бөлмеге кіреді. Сол уақытта Лорна елес көргенін айтады, бірақ ол елесті шалда көрген болып шықты. Эти призраки дают мне надежду. Может, и мы никуда не исчезнем. Все, кто попадал сюда, и кто еще попадет, мы все связаны вместе. Таң ата Лорн заттарын жинап үйден кетпекші болады. Қоштасуға барғанда ас бөлмесінен өз саусағын кесіп тұрған кемпірді көреді.
және де өліп жатқан шалды көріп шыңғырып айқайлап үйден қаша жөнеледі. Солай орман арқылы жабық жолмен тез қашпақшы болады. Бірақ ол да көп ұзамай жолдан аварияға ұшырап, сол жерде қайтыс болады. Гудман Малдунаға келіп, бұл іспен енді біз айналыспаймыз, бұл істі ұмыта бер дейді. Теперь это дело федералов. Малдун болса бұл істі ұмыта алмады. Бұл больницада Фейт атты манаға кемпір жатқан еді. Ол да бірақ көп ұзамай өз-өзіне қол жұмсайды. Гудман Малдунаға қоңырау шалып, кемпірдің өз-өзін өлтіргенін айтады. Звонили из больницы. Фейт Мазерсон мертва. Біраз уақыттан кейін Малдунның көз алдына Лендерф отбасының бір мүшесі елес болып елестеп көз алдынан шығады. Малдуна шок болып далаға шығып кетіп, темекі шегіп отырады. Бірақ сол уақытта елестер көз алдына қайта көрініп, елестей бастайды. Солай үйге жүгіріп келіп, баласының амандығын көрмекші болып бөлмесіне кіре бергенде, сол уақытта қатты қорқып қалған Малдунаға баласы біз қорққанда не істейтін едік деп, өздерінің 5-ке дейін санайтын методикасын қолданады. Закрыть глаза и считать до 5. Сол күні Малдун Гудманды үйіне шақырып, қарғысқа ұшыраған үйге кіргенін, оған елестердің елестеп жүргенін айтады. Когда закрываю глаза, вижу их. Сол түні Малдун баласын ертіп алып, бұның барлығын ұмытпақшы болып үйді өртеуге барады. Баласына машинадан шықпа, есікті ешкімге ашпа, мен қазір келемін деп канистр толы бензинді алып үйге қарай кіріп кетеді. Училась, не выходи из машины. Не смей открывать эту дверь. Үйге кіріп жоғарға қарай көтеріліп жатқанда, бұл үйде болған оқиғаның барлығы көз алдынан өтеді. Сол уақытта Малдунның баласы үйге кіріп келеді. Бірақ Малдун баласы екенін тексергісі келіп, біз қорққанда не істеуіміз керек дейді. Что делать, если страшно? Сол уақытта бала жауап қайтара алмай қалады. Малдун бұл баласының кейпіндегі елес екенін біліп, 5-ке дейін санаймыз деп көзді жұмған уақытта отты тұтандырып жібереді. Үйді өртеп, үйден аман-есен шығады. Солай машинада отырған баласының келіп құшақтап қуанады. Осылайша осы өрт арқылы барлығы бітіп тыныш өмір сүреміз деп ойлайды. Осылайша арада біраз күндер өтеді. Малдун баласын мектепке шығарып салып құшақтап жатады. Бірақ ол баласын емес елесті құшақтап тұрған болатын. Я в школу, мам. Осылайша бұл елестер Малдунның түбіне жетіп Малдунды өлтіреді. Осылайша бұл елестер барлық үйге кірген адамдардың түбіне жетіп, бұл адамдарды өлтіріп тынады. Осылайша кино аяқталады. Және де осы видео сіздерге ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, осы видеоны түрлі WhatsApp, Telegram группаларға тарата отырыңыздар. Алдағы уақытта көптеген хоррор жанрындағы киноларға қысқаша обзор жасайтын боламын. Сондықтан каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, өз ой-пікірлеріңізді жаза отырыңыздар.